Саламатсыздар ма оқушылар? Саламатсыздар. Отырамыз. Бүгін сабақта кім жоқ? Кім келмеді? Асан Құндыз жоқ сабақта, да? Жаңа сабағымыз бастамас бұрын, қазір барлығымыз ортаға шығып, шеңбер құрып, сабақтың алдында көңіл күйімізді көтеріп алайық. Бәріміз ортаға шығып, шеңбер құрайық. Қазір сіздерге тренингіміздің ережесін түсіндіріп өтейін. Барлығымыз өзіміздің атымыздың бас әрпінен басталатын сын есіммен өзімізді сипаттаймыз. Мысалы, менің есімім Ербол, мен өзімді мысалы еңбекқор Ерболмын. Дәл осылай оқушылар қазір Исламбектен ары қарай жалғастырамыз. Менің есімім Исламбек, иманды Исламбек. Менің атым Ерасыл, мен ерекше Ерасыл. Менің атым Гүлназ, мен Гүлдей жайнаған қызбын. Менің есімім Сандаш, мен Самұрықтың Самайты. Менің атым Назерке, мен айналама нұр шашып жүретін Назерке. Менің атым Ұлжар, мен ұқыпты Ұлжармын. Менің атым Гүлназ, мен Гүлдей нәзік Гүлназ. Менің атым Шаттық, мен шырайлы Шаттықпын. Менің атым Нұрай, мен намысты Нұраймын. Менің атым Жандәулет, мен Жайдары Жандәулетпін. Менің есімім Нұрдана, мен өмірге нәзіктікпен қараймын. Менің атым Жасая, мен жарқыраған жасаймын. Өте жақсы оқушылар, қазір орнымызға отырмас бұрын осы сәтті пайдаланып, қазір онлайн рандомайзер арқылы сіздерді қазір топқа бөлетін боламын. Барлығымыз интерактив тақтаға назар аударайық. Біздің бұл бағдарламамыз Казклотс деп аталады. Осы Казклотс бағдарламасы арқылы қазір сіздерді топқа бөлемін. Интерактив тақтада шыққан оқушылар Назерке, Ерасыл, Жансая, Жандәулет бірінші топ, Гүлназ, Сандуғаш, Нұрай, Нұрдана екінші топ, Шаттық, Гүлназ, Исламбек, Ұлжан үшінші топқа орындарымызға отырамыз. Көп болса, қазір сіздерді бүгінгі сабақта қалай бағалайтын туралы айтып өтейін. Біздің бұл бағалау әдісіміз білім заряды деп аталады. Әр оқушыға осындай суреттер беріледі. Осы суреттерге мына зарядты жабыстыру арқылы өзіміз бағалайтын боламыз. Біздің бұл әдісіміз 10 балдық жүйеге арналған. Қазір әрқайсымызды бір-бірден ала отырамыз. Сабақ соңына дейін өзімізді бағалаймыз. Қазір жаңа сабақ бастамас бұрын бірінші өткен сабаққа, өткен тақырыптарға бір көз жүгіртіп алайық. Біздің бұл әдісіміз кликерс деп аталады. Сіздерге арнайы штрих-кодтар таратылады. Осы штрих-кодтарды біз көтеру арқылы, QR код арқылы кімнің дұрыс, кімнің қате жауап бергендігін байқайтын боламыз. Қазір екі оқушы келе қойсын маған. Екі оқушы. Келеміз. Мына штрих-кодтардың артында оқушы аттары жазылған. Осыны әр оқушыға таратайық. Барлығымыз штрих-кодты алдық, қолымызға алады. Біз байқасақ, бұл штрих-кодтарда басқа тесттер сияқты төрт нұсқа берілген. Мысалы, былай қарайтын болсақ, жоғарыда Б нұсқасы, былай қарайтын болсақ, жоғарыда А нұсқасы, ал бұл жерде Д және осылай С нұсқасы беріледі. Қазір біздің бүгінгі осы тапсырмамыздың шарты осы тест беріледі. Өткен сабақтарды қайталау мақсатында осы тест сұраққа төрт нұсқаның қайсысы дұрыс болатын болса, мысалы В нұсқасы дұрыс болатын болса, біз В әрпін жоғары көтереміз. Және сіздердің штрих-кодтарыңызды мен QR код арқылы қабылдау арқылы сіздердің дұрыс немесе қате жауап бергеніңізді интерактивті тақтадан байқайтын боламыз. Тапсырма шарты түсінікті ғой бәрімізге. Қазір алғашқы сұрақ элементтерді екі топқа бөлген ғалым. Штрих-код көтереміз. Қайсысын білмейсіздер, сол әріпті жоғарылатып көтереміз. Қазір мен сіздің штрих-кодтарыңызды телефон арқылы қабылдаймын.
Өте жақсы. Барлығымыздың жауаптарымыз қабылданды. Қазір ұялы телефонда 12 оқушы жауап берген, бізде 12 оқушы да барлығы С нұсқасын таңдаған. Яғни элементтерді екі топқа бөлген ғалым бізде Берцелюс. Барлығымыз дұрыс жауап бердік. Енді жаңа тақырыбымызға бастайық. Бүгінгі біздің тақырыбымыз металдар және бейметалдар деп аталады. Қазір барлығымыз дәптерлерімізді ашып, бүгінгі күн жазайық және тақырыпты дәптерлерге жазамыз. Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты химиялық элементтің периодтық кестеде орналасуына сай қасиеттерін болжау. Жаңа тақырыпты қазір қысқаша түсіндіріп өтетін болсам, жалпы біз металдармен және бейметалдармен 7-ші сыныптан бері таныспыз. Жаңа өздеріңіз таңдадыңыздар. Жалпы осы бізге қазіргі таңда белгілі 116 химиялық элементті екі топқа бөлген, Берцелюс деген ғалым екі топқа бөлді. Осы бізде периодтық жүйеде 116 элементтің басым көпшілігі металдар. Бізде бейметалдар металдардан қарағанда аз кездесіп, оларды біз периодтық кестеде қалай ажырататынымызды білеміз барлығымыз, да? Біз металдар мен бейметалдарды ажырату үшін периодтық кестеде бор элементінен астат элементіне өзіміз көзше сызық жүргіземіз. Енді бізде осы сызықтың бергі жағында элементтер бізде барлығы металдарға жатады. Ал енді сызықтың жоғары жағындағы, яғни оң жағындағы элементтердің негізгі топшада орналасқан элементтер бізде бейметалдарға жатады. Негізгі топша мен қосымша топшаның айырмашылығын барлығымыз білеміз. Енді бүгін қазір осы периодтық кесте бойынша металдар мен бейметалдардың қасиеттерінің қалай өзгеретіндігін туралы айтып өтетін боламыз. Жалпы бізде периодтық кестенің оң жағынан солға қарай бейметалдық қасиет артады. Бізде металл литий, бериллий сияқты металдардан басталады және инертті газдар құрамына кіретін ион газымен бізде аяқталады. Барлығымыз білеміз, бізде бірінші, екінші топтың негізгі топша элементтері сілтілік және сілтілік жер металдар деп аталады. Бұларды басқаша осы екі топты жалпылама нағыз металдар деп атайды. Енді бізде жетінші топ элементтері галогендер деп аталады. Галогендер бізде барлығымыз білеміз, бұлар осы бізге белгілі 116 элементтің ішіндегі ең белсенді элементтер. Бізде ең белсенді элемент фтор, одан кейін хлор, бром, иод. Яғни белсенділер қатары байқайтын болсақ, біз периодтық жүйенің жоғарыдан төмен қарай әлсірейді. Енді жаңа айтып өткендей, сілтілік және сілтілік жер металдар олар бізде нағыз металдарға жатады, ал нағыз бейметалдарға, яғни иондық байланысқа келетін болсақ, иондық байланыс нағыз бейметалдар мен нағыз металдардан тұрады, екеуінің қосылысы. Енді нағыз металдарға бізде сілтілік және сілтілік жер металдарға жатады, ал нағыз бейметалдарға бізде галогендер мен халькогендер жатады. Халькогендер біздер 6-шы топтың негізгі топшасында орналасқан элементтер. Жалпы металдар мен бейметалдардың физикалық, химиялық қасиеттерімен барлығымыз таныспыз. Осы күнге дейін есептер шығарып келдік. Қазір енді жаңа тақырып бізге түсінікті болса, қазір топпен жұмыс жасайық. Қазір мен сіздерге парақ тараттым. Осы парақта бізде есептер беріледі. Біз малярлық массаны есептеуді 7-ші сыныпта өткен болатынбыз. Осы малярлық массаны есептеу мақсатында біз металдар мен бейметалдардың атомдық массаларымен тағы да еске түсіріп қайталайтын боламыз. Қазір бұл тапсырманы топпен орындайтын боламыз.
Бізде бұл тапсырмада осындай 5 сурет беріледі. Бұл 5 сурет сіздер байқасаңыздар, біздің халқымыздың, біздің ұлтымыздың ғұлама ғалымдары. Қазір сіздер әдебиет немесе тарих пәнінің химияға қандай қатысы бар деген сұрақ сіздерді мазалауы мүмкін. Қазір бірақ біздер жалпы сабақтың барысында өзіміздің пәнімізді басқа пәндермен байланыстыру арқылы тек қана химия емес, сонымен қоса қазір сабақ үстінде біз география, қазақ әдебиеті немесе тарих сияқты пәндермен де байланыстыратын боламыз. Бұл суреттерді байқасаңыздар, қаз дауысты Қазбекби 355 жыл. Ол бізде не білдіреді? Ол бізде 2022 жылы осы қаз дауысты Қазбекби атамызға қанша жыл болғандығы берілген. Біз осы есептер шығару арқылы осы ғұлама ғалымдардың жастары немесе маңызды уақыттармен танысатын боламыз. Қазір әр топқа осындай 5 сурет беріледі. 5 суретте есептер беріледі. Мысалы, қазір бұл парақта бізде кальций оксидінің массасын сұрап тұр. Мысалы, кальций оксидінің массасы нешеге тең? Және әр парақтың үстінде бір парақтың үстіне жауабы, ал астында есеп беріп тұрады. Мысалы, кальций оксидінің массасы мысалы бізде 88-ге тең болатын болса, біз мысалы қаз дауысты Қазбекбидің суретінен кейін жауабы 88 грамм моль деген біз Абай Құнанбаевтың суретін қоятын боламыз. Жалпы тапсырма барысы түсінікті ғой барлығымызға да. Енді сіздерге тапсырманы біз дәптерлерімізге есептейміз. Есептегеннен кейін біз ғалымдардың аттарын реттілікпен жазуымыз керек. Мысалы, бірінші Әл-Фараби немесе Абай Құнанбаевтан бастайтын болса, барлығымыз өзіміздің партамыздың үстіне осы ғалымдардың суреттерін реттілікпен орналастырамыз. Мысалы, литий оксидінің массасы 26 грамм болатын болса, демек бізде Абай Құнанбайұлының суретінен кейін бізде Әбу Насыр Әл-Фарабидің суреті орналастырылады. Тапсырма барысы түсінікті ғой барлығымызға. Демек партамыздың үстіне осылай ғалымдарды реттілікпен орналастыратын боламыз. Реттілікпен орналастырамыз ғалымдардың суреттерін және есепті дәптерлерімізге орындаймыз. Сосын топта барлығымыз дұрыс жауап берсек, өзіміздің білім заряды бағалау әдісімізге зарядтың жабыстырмаларын жабыстырып отырамыз. Оқушылар, тапсырмамызды болса, бұл әдісіміз бізде жаңа домені әдіс деп аталады. Ғұлама ғалымдардың суреттерін химиялық есептеулер арқылы құрастырдық. Енді қазір тақтада дұрыс жауапқа назар аударайық. Бұл ғалымдардың орналасу реттілігі, яғни біздегі дұрыс жауап. Осы дұрыс жауаппен өзімізді тексеру арқылы өзімізді бағалаймыз. Сіздерде біреу қатеді. Онда өзіңізге 4 балл бересіз. Әр дұрыс тапқан жауапқа 1 ұпайдан. Өзіңізді бағалайық, оқушылар. Бағалап болдық па өзімізді? Енді бұл бізде топта жұмыс болатын. Енді қазір жеке жұмыс орындаймыз. Әрқайсымыз сіздерге есептер таратылады. Сол есептерді дәптерлерімізге реакция теңдеуін жүргіземіз. Барлығын дәптерлерімізге орындаймыз. Қазір сіздерге есепті осындай шоколадтар арқылы тарататын боламыз. Ол шоколадтарда есептер жасалған. Осы есептерді шығару арқылы шоколад жейміз және өзімізді дұрыс ұпаймен бағалайтын боламыз.
Қазір бұл шоколадтың сыртында химиялық аяқталмаған химиялық реакция жасырылған. Осы реакцияны дәптерлерімізге орындаймыз, аяқтаймыз. Содан кейін бұл дұрыс жауабын тақтада көретін боламыз. Солай бұл тапсырма жеке тапсырмада өз-өзімізді бағалаймыз. Ұқпа оқушылар? Бағамыз ұқпа. Қазір дұрыс жауапты тақтадан дұрыс жауаптарын ашам. Бізде кальций оксидіне суды қосқан кезде бізде кальций гидрооксиді түзіледі. Және екінші тапсырмада темір хлориді мен сутек газы бөлініп шығады. Реакцияларымыз дұрыс па? Онда өздеріңізге 2 ұпайдан қосамыз. Әр дұрыс реакцияға 2 ұпайдан беріледі. Енді жеке тапсырма орындап болсақ, қазір пиза тапсырмаларына көшейік. Пиза тапсырмаларын қандай тапсырма екенін білеміз бәріміз. Басқа қарапайым сынып жұмысты тапсырмалардан қандай айырмашылығы бар екендігін де білеміз. Пиза тапсырмалар олар күнделікті тақырыпта өтетін тапсырмалардан қарағанда оқушыларды логикалық тұрғыда баулуға көп негізделген. Яғни бұл жерде бізде тапсырмалар логикалық тұрғыда келеді. Қазір сіздерге бүгінгі тақырыпқа байланысты элементтердің белсенділігі жайлы сіздерге химиялық ертегі айтып беретін боламын. Ертеде елді мекен ішінде оттегі деген газ өмір сүріпті. Ол өте күшті екен. Жер бетінде тіршілік тек қана мен сақтап тұрмын дейді екен. Күштілігі сондай, кім кездесе де тотықтырып жібереді. Сондықтан оттекті тотықтырғыш алынған заттарды тотығы деп атайды. Меңдерек шаһарында қыдырып жүріп, кездескен элементтердің барлығымен реакцияға түсіп, аралас-құралас бола береді. Содан мақтаншақ болып алды. Химия дүниесінде менен күшті ешкім жоқ деп ойлайды. Бірақ оттегі қателескен еді. Бір күні елді мекен кестесінде фтормен кездесіп қалады. Оны тотықтырғысы келіп еді, күші келмеді. Көмекке сутегін шақырып. Екеуі бірігіп су молекуласын құрып, фторға ұмтылды. Су фторға бар күшін жұмсаса да әлі келмеді. Бірақ фтор күшті еді. Естімеген ғажайып оқиға орын алды. Бұрын отты сөндіріп жүрген судың өзі фторда жанып кетті. Біз бұл ертегіден фтордың ең белсенді элемент екендігін байқаймыз. Енді сіздерге тапсырма осы фтор мен судың әрекеттесу реакциясын қазір дәптеріңізге жазамыз. Реакция теңдеуін жазып болсақ, бізде фтор мен су молекуласы реакция түскен кезде бізде таза оттек газы бөлініп шығады және сутек фториді түзіледі. Реакцияны барлығымыз дәптерлерімізді тексердік және сол тексерілген дұрыс жауап берсек, өзіміздің білім заряды бағалау жүйесіне өзіміздің зарядтарымызды енгізейік. Үй тапсырмасы 115-ші беттегі В деңгейінің бірінші тапсырмасы. Осыны үйден орындап келеміз. Қазір енді біздің сабағымыздың қалай өткендігі туралы өздеріңіздің ойларыңызды біздің QR код арқылы, яғни QR рефлексиясы арқылы қазір сабағымыз туралы өзіміздің ойымызды жазып өтейік. Қазір барлығымыз ұялы телефондарымызды алып, осы QR код арқылы сайтқа кіреміз. Сол сайтта өзіміздің аты жөнімізді жазамыз және бүгінгі сабақтың қалай өткендігі туралы өз ойымызды қалдырамыз. Сіздердің жазған жауаптарыңыз бізде қазір интерактивті тақтадан бақылай аламыз. Интерактивті тақтадан бүгінгі сабағымызға оқушылардың қалдырған ойларын көре аламыз. Тағы да қатысқандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.